Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай бір кереметтей бір бутербродтың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Ол үшін маған бір багет нан, шпроты, помидор, огурцы, майонез қажет болады. Ендігі кезекте нанды осылай турап аламын да, жұқалап, сосын противенге салып, духовкада 200 градуста 10-15 минут сухари етіп, сәл қызартып пісіріп аламын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Егер де видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Помидорды осылай екіге бөліп, жұқа-жұқа етіп, помидорымды кесіп дайындап аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Өте бір жылдам дайын болатын бутерброд 20 минуттың ішінде дайын болады. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Енді кезекте огурцыды осылай жасыл жағын жұқа етіп, соломка етіп, огурцыйымды турап дайындап алатын боламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Менке осы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жұқа етіп, жіңішке қылып, огурцыйымды дайындап аламын. Мінекей помидорымды, огурцыйымды турап дайындап алдым. Енді духовкадағы наным да дайын болып қалды. Осы нанды алып, үлкен тәрелкеге салып, оның бетіне жаңағы шпроттарымды қоямын. Сосын помидормен, огурцыймен бутербродымды әдемілеп сәндейтін боламын. Мінекей осы әр нанның үстіне бір шпроттан қойып шығамын. Сосын помидордың үстіне майонезді кішкене шарик етіп, майонезбен сәндейтін боламын. Және де бағанағы кесіп алған, турап алған огурцыды соломка етіп, шпроттың екі жағына осылай қойып шығатын боламын. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.